Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте керемет әрі дәмді болып шығатын жаңғақты печеньенің, яғни гата печеньесінің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазып қойдым. Енді ұнымызды бір ыдысқа салып аламыз. Оның үстіне қант, қопсытқыш және шым тұз салып, қасықпен алдын ала араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң, мұздатқышта тұрған қатты сары майымызды алып, терканың ең үлкен жағымен өткізіп аламыз. Осылай ұнға араластыра отырып, барлық сары майымызды дәл осылай өткізіп алатын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар және күнделікті жаңа рецепттер шығып отырады. Дәл осылай мінекей сары майымызды өткізіп алдық. Енді қолымызбен ұнмен араластыра отырып, осылай жасап аламыз. Сары майымыздың барлығын езе отырып, ұнмен араластырып шығамыз. Мінекей дайын. Енді үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз және айранымызды құйып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Кез келген дүкеннің немесе үйдің айранын қолдануға болады. Мен осылай қолдың айранын қолдандым. Енді қолымызбен орташа жұмсақтықта қамыр илеп шығамыз. Артық ешқандай ұн қоспаймыз. Барлығын осылай мен көрсеткендей етіп жасасаңыздар, сіздерден өте жұмсақ әрі дәмді печенье шығатын болады. Мінекей, осымен біздің қамырымыз дайын. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, 40 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Осы аралықта салмасын дайындап қоямыз. Жаңғақты блендермен езсеңіздер де болады. Менде блендер жоқ болғандықтан осылай пергаменттің арасына салып, оқтаумен ұрып, езгілеп шықтым. Егер де блендер жоқ жағдайда осы тәсілді қолдансаңыздар да, жаңғақтарыңыз езіліп, майда болып шығады. Дәл осылай мінекей езіп алдық. Енді екі ыдысты алып, жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп аламыз. Жұмыртқаның сары уызын печеньеміздің бетіне жағуға алып қаламыз. Ал ақ уызын осылай венчикпен ағарғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң, үстіне қантымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей, кішкене қант ерігенше 2-3 минуттай араластырып аламыз. Араластырып болдық. Енді үстіне жаңғағымызды салып, қасықпен араластыратын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Дәл видеодағыдай осылай қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, осымен салмасы дайын. Енді қамырды жаямыз. Менің қамырым 40 минут тоңазытқышта тұрды. Енді қамырымызды пакеттен шығарып, алдын ала астына ұн сеуіп аламыз. Содан кейін қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. 2-ге бөлгеннен кейін екінші бөлікті тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді бірінші бөлікті осылай 4 бұрышты формаға келтіріп, оқтаумен үстіне ұн сеуе отырып, жұқалап жайып алатын боламыз. Алдымен осылай қолымызбен жұқартып шығамыз, содан кейін барып, оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Қамырымыз қатты қалың және қатты жұқа болып кетпеуі керек, орташа қалыңдықта етіп жаямыз. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін салмасын 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін дәл осы қамырымыздың үстіне салып, жайып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен салмасын жұқа етіп, қамырымыздың үстіне жайып шығамыз. Дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Мінекей, осылай барлық жаңғақты салмамызды жағып шығатын боламыз. Енді бір шетінен бастап, осылай домалата отырып, қамырымызды ораймыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай жайып, арасына салмасын салып, орап шығатын боламыз. Енді қамырларымызды осылай кескішпен алдын ала кесіп аламыз. Немесе пышақтың көмегімен де кессеңіздер болады.
Осылай қамырларымызды кіші бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Қамырларымызды дайындап алдық. Енді табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызды орналастырып шығамыз. Пешімізді алдын ала 200 градуста қыздырып қоямыз. Печеньелеріміздің арасының барлығын алшақ орналастырамыз. Себебі піскен уақытта ол көтеріліп үлкейеді. Енді бағанағы жұмыртқаның сарыуызын осылай печеньеміздің үстіне жағып шығамыз. Дайын болған печеньелерімізді алдын ала 200 градуста қыздырылған пеште 30-35 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Пешімізде тек беті ғана емес, жан-жағы қызарып, әдемі болып піскенше қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей, біздің печеньелер дәл осылай пісіп шықты. Жан-жағының барлығын қызартып пісіріп алдым. Ішінің барлығы пісті. Өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің отбасыма бір жасағаннан ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Әсіресе ішіндегі жаңғағы печеньеге ерекше дәм беріп тұр. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, ал ас болсын.